Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жасалу жолы ерекше, өте дәмді, көтерлек болып шығатын ұсақ бауырсақ пісіреміз. Бұны қоржынға пісіріп салуға да болады. Алдымен менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Толық құрамы мен мөлшерін видеоның астына қалдырамын. Бізге тұз, ашытқы, 1 кесе жылы су, жарты кесе еріген май және ұн керек. Ыдысымызға алдымен суды, ашытқыны және тұзды салып араластырамыз. Енді ерітіп дайындап алған жарты кесе майды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Електен өткізе отырып, осылай шеттен саламыз. Енді қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтындай болуы керек. Қамырымыздың бетін жауып 40 минутқа қойып қоямыз. 40 минуттан кейін қамырымыз осындай болып шығады. Енді кішкене қолымызбен, одан кейін оқтаумен жайып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қалыңдықта жаямыз. Өте жұқа емес, өте қалыңда болмауы керек. Осылай шетінен кесіп шығамыз. Енді бізге осындай терка керек. Терканың бас жағымен осылай кесіп шығамыз. Барлығын біркелкі қып кесуге тырысыңыздар. Біз барлығын дайындап алдық. Енді майымызды қыздырып, қызып тұрған майда пісіреміз. Бірден осылай көтеріліп шығады, араластырып тұрамыз. Алтын түстес болғанда аламыз. Өте тез піседі. Неке біздің бауырсақтарымыз дайын. Бетіне осындай сахарный пудра сеуіп қойсаңыздар, өте дәмді. Каналымда осындай ұсақ бауырсақтың домалақ түрі, үлкен бауырсақтың рецебі бар. Ссылкасын қалдырып кетемін. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Және сіз қай қаладан боласыз, комментарияға жаза кетіңіз. Назарларыңызға рахмет.